Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметке қош келдіңдер. Білім беру саласы коммуникация. Ұйымдастырылған оқу қызметі көркем әдебиет. Тақырыбы достық. Балалар, келіңдер, шаттық шеңберін орындаймыз. Біз балдырған, тең басқан, дос құшағын елге ашқан, тілегіміз тыныштық, ашық болсын кең аспан, мықты болсын іргеміз, бәріміз де біргеміз. Балалар, бүгінгі тақырыпқа сай, мен сендермен достық жайлы әңгімелесемін. Адамның, соның ішінде балалар үшін де достықтың маңызы өте зор. Адал, шын достық сонау ең бала күннен басталады екен. Кейде үйде ата-анамыздың ол кісі менің бала күнгі досым ғой деп бала күнгі достарын әңгіме етіп отырғанын құлағымыз жиі шалып қалады. Көрдіңдер ме, достық сонау кіршіксіз бала кезден басталады екен. Нағыз достық адалдық пен шыншылдықты талап етеді. Нағыз дос әрқашан өзінің достарына қамқор болып, қиын сәтте бір-біріне қолдау көрсетеді. Балалар, келіңдер, сергіту сәтін орындаймыз. Шашасаңдар, балалар, қолдарыңды созыңдар. 1, 2, 3, 4, 5 саусақтармен ойнаңдар. Денелерің шынықсын, саналарың тынықсын. Балалар, білесіңдер ме, біз тек қана өз қатарластарымызбен ғана емес, сонымен қатар үйде ата-анамызбен, бала бақшада болса, тәрбиеші апайымызбен де дос бола алады екенбіз. Тәртіпті, әдепті, мейірімді балалар жан-жануарлармен, гүлдермен де дос болады. Оларға қамқорлық жасап, жақсы көреді. Балалар, мен сендерге тапсырма беремін. Мына тақпақты үлкендердің көмегімен жаттап ал және оны бейнетаспаға түсіріп маған жібер. Бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызмет сендерге ұнады деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңдар балалар.